Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен сабақтағы әдіс-тәсілдер туралы ой бөлісетін боламын. Бүгін біз қазына іздеу деген ойынын талқылайтын боламыз. Бұл әдіс-тәсіл бастауыш сынып оқушыларына өте жақсы пайдалы келеді. Біз күнделікті сабағымызды қызықты еткізіп өткізу үшін неше түрлі әдіс-тәсілдерге жүгінеміз. Оның кейбіреуін интернеттен аламыз, өз ойымыздан шығарып, неше түрлі форматта сабағымызды қызықты етіп өткізуге тырысамыз. Ал көбінесе интернет тақтасы бар мұғалімдерге бұл жеңілірек, өйткені платформалар арқылы сабақ өткізе алады. Ал кейбір ауылдық жерлерде интернет ұстамағандықтан көрнекілікті өз қолымызбен жасауымызға тура келеді. Бүгінгі сол әдіс-тәсіл көрнекілікті өз қолыңызбен жасайтын боласыз. Ол үшін сізге алтын түсті сандық керек. Сандықты жасап, алтын түспен қаптайсыз. Және де суретте көрсетілген сияқты гауһар тастар керек. Гауһар тастарды сіз ламинаттап қойсаңыз болады. Бұны барлық сабағыңызға қолдана аласыз. Алтын сандықты да дәл солай істесеңіз, ештеңеден ұтылмайсыз. Ал енді гауһар тастардың артына тапсырмаларды жазасыз да, сіз сыныптың әр бұрышына шашыратып, бұны жасырып ілесіз. Бұл әдіс-тәсілді сабақтың негізгі бөлігінде және үй тапсырмасын қайталауға пайдалансаңыз өте жақсы. Орындықтың артына жапсырсаңыз да болады. Негізгі мақсат гауһар тастарды тауып, оны әр топ өзінің дұрыс жауап берген үшін сандықшасына апарып салады. Сабақтың соңында қай топ гауһар тастарды көп жинайды, сол топ жеңімпаз болып саналады. Бұл тәсілдің негізгі мақсаты оқушы отыра бермейді, тұрады, ізденеді, көреді, жүйелейді. Топпен